Баршаларыңызға ассалаумалейкум. Сіздермен бірге Жансая. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен жасалу жолы өте оңай, қарапайым, химикатсыз, құрамы таза, үй жағдайында жасалынатын пластилиннің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл рецептпен жасасаңыздар, пластилиндеріңіз өте жұмсақ, өз қалпын ұстай алатын, қолға жабыспайтын болып шығады. Балаңыз аузына салып қойған жағдайда денсаулығына әсер етпейді, қорықпайтын боласыз. Бұл рецепт сізге ұнайтыны сөзсіз, сондықтан жасап көруге кеңес беремін. Пластилин жасау үшін бізге не керек екендігін барлығын описание бөліміне қалдырып кеттім. Ендеше жасауға кірісейік. Алдымен құрғақ ингредиенттерімізді, яғни ұнымызды, тұзымызды және лимон қышқылымызды жақсылап араластырып аламыз. Кейіннен ыстық суымызды, міндетті түрде қайнаған су болу керек. Сол кезде ғана бізде пластилиніміз шығатын болады. Салқын, суық суларды мүлдем қолданбаңыздар. Ыстық суымызға қайнаған тағамдық бояғышымызды және майымызды қосып, жақсылап араластырып, жәнегі ұнымыздың үстіне құйып, қамыр илейтін боламыз. Ұнның тығыздығы әртүрлі болатындықтан бастапқыда сізде қамыр дұрыс иленбеуі, бір-біріне қосылмауы мүмкін. Мысалға, менде осы жерде қамыр бір-біріне қосылмады. Сондықтан мен үстіне тағы да 4-5 қасықтай ұн қосып жібердім. Сіздер де міндетті түрде бастапқыда 1 стакан ұнмен бастап көріңіздер. Қосылмай жатса, үстінен ақырындап ұнды қосып жібересіздер. Кейін бұл пластилинді жасап болғаннан кейін холодильникте 1-1,5 айға шейін сақтап қойға болады. Беті міндетті түрде жабық болу керек, аналар. Егер ашық қалдырып кетсеңіздер, құрғап кетуі мүмкін. Сондықтан да қаймақтың ыдыстарында, не болмаса жәнегі плейдоның ыдыстарында, не контейнерлерде сақтасаңыздар болады. Бүгінгі берген ақпаратым сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп, колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.